Бастамас бұрын достар, YouTube желісінде пайда болған кезекті қазақ тіліндегі футбол жаңалықтарын жеткізуші канал ұсынамын. Футбол матчтарына болжау, трансферлік сыбыстар, өзге де аладоп төңірегіндегі кез келген ақпараттар футбол ақпараттарында. Тек футболдан келдім деп комментарияға жазып, арнаның дамуына атсалысып жіберейік достар. Кеттік. Сәлем жанкүйерлер. Тек футбол арнасының әйгілі футболшылар жайында шығарылым жасайтын айдарының кезекті саны. Бүгінгі санымыздың қаһарманы өздеріңіз таңдағандай 2018 жылғы Ресейде өткен әлем чемпионатының үздік ойыншысы Лука Модрич. Мадридтік Реал мен Хорватия ұлттық құрамасының жартылай қорғаушысы жайында білгіңіз келсе, біз көп созбай бастайық. Ал сіз алдымен лайк басыңыз, еңбектің бағалануы болсын. Бүгінгі шығарылымда біз Лакки Лука лақабатымен танымал талантты футболшының балалық шағына көбірек тоқталамыз. Сондықтан сүйікті аяқ топшыңыздың сіз білмейтін қызықты тұстарында тауып қалуыңыз ғажап емес. Сондай-ақ жетістік жолындағы әрекеттері мен отбасылық өмірі, басқа да ақпараттарды айтатын боламыз. Лука Модрич. Бала бейнеден ұлы тұлғаға дейін. Лука Модрич 1985 жылдың 9 қыркүйек күні Хорватияның Задар қаласында туылған. Ол Босниядағы соғыс кезінде сербиялық қуғыншылардан қашып жүрген отбасында дүниеге келді. Анасы Радойка Модрич кезінде тігіншілікпен айналысса, әкесі Степе Модрич та өз уақытында әскери механик қызметін атқарып, соғысқа аттанған хорват сарбаздарының көлігін жөндеуді кәсіп еткен. Лука отбасында тұңғыш бала, Ясмина және Диора атты қос бірдей қарындасы бар. Соғыс атты жауыз дүние Луканың балалық шағына балтамен шапқандай әсер етті. Задар қаласында хорват соғысының шырғалаңын өз көзімен көрді. Мына бала күні бойы қонақ үйдің айналасында аяғынан допты тастамайтын, дейді Задар клубының төрағасы Йосип Байло. Сондай-ақ Модрикті алғаш көрген сәтте қандай кейіпте болғандығы жөнінде былай дейді. Ол өте арық және өз жасынан кіші көрінетін, бірақ бір көргеннен оның бойында бір ерекшелік бар екендігін сезіндім. Лука айналасындағылардың өз дене бітіміне қатысты айтқан сын пікірлеріне талай душар болған, әлжуаз, әлсіз саналды. Бірақ аяғына доп берілген сәтте құдды бір жабысып қалатындай, тіпті доппен бірге туылғандай әсер қалдыратын. Дегенмен сынап көру қажет. Ол футбол үшін жаралған ба? Осы мақсатта Жастар академиясына қабылдануы шарт. Осы жолда ол ең алдымен Сплиттік Хайдук жастарының қатарына қосылды. Әйткенмен физикалық әлеуетінің аздығы себепті Хайдук басшылығы одан бас тартады. Алайда дәл осы ойыншының маңдайына ұлы футболшы болу жазылды ғой. Демек көп еңбектену қажет. Осын сезген Лука бар күшін жинап тынбай еңбектенуге бет бұрды. Арада талай жыл өтіп, әлгі адамдардың қаншалықты қателескендігін дәлелдей алды. Осы жолдағы алғашқы табалдырығы Загребтік Динамо болды. Клубтың қатарына қосыла салысымен Модрич өзіндегі ойын сапасының жоғары екендігін көрсете алғандай. Осыны байқап, Динамо ойыншымен тез арада 10 жылға дейін келісімшарт жасасты. Бойының өсу процесі өте баяу еді, оның үстіне өте аласа. Бірақ клуб шенеуніктері оның бойы жылдам өсу үшін жеткілікті қажеттіліктерге төлемді қалталарынан шығарды. Тәжірибе жинау үшін Лука алдымен Зринский Мостроға жалға берілді. Дәл осы сәт оның мәнсабындағы ең қарқынды алға жылжу процесі. Артынша Интер Запрешич клубында да арендалық мерзімде өнер көрсетіп келді. Ересек футболға осылайша қадам басып, 2005 жылы Динамоға орала салысымен жоғарғы санаттағы команда үшін дебют жасайды. 3 мәрте қатарынан лига титулын жеңіп алып, 2007 жылы Лука Прва Ашенелдің үздік ойыншысы атанады. 2008 жылы ағылшын премьер лигасында бақ сынауға аттанды. Тоттенхэм Хотспур қатарын 16,5 миллион фунт стерлингке толықтырып, командасының УЕФА чемпиондар лигасына араға 50 жыл салып қайта оралуына көп жәрдемдесті. Тіпті 2010-2011 жылғы маусымда ширек финалға дейін сүрінбей жетті. Ал 2011-2012 жылғы маусымнан соң Мадридтік Реалға 33 миллион еуро сумаға ауысты және жаңа клубының чемпиондар лигасындағы 10-шы титулын жеңіп алуына атсалысты.
Ұлттық құрама сапындағы дебютін 2006 жылы Аргентинаға қарсы матчтан бастады. Содан бері ол әрбір ірі турнирлердің барлығына қатысып келеді. 2018 жылғы әлем чемпионатында Хорватия құрамасы Модричтің жеке шеберлігінің арқасында 8-ден 1-ге, артынша тіпті Мундиалдың финалына дейін жетуге мүмкіндік алды. Ширек финалда алаң иелері Ресейді пенальти сериясы арқылы 4-3 есебімен тізерлеткен еді. Турнир қорытындысы бойынша Лука үздік ойыншы атанды. Алдыда айтқанымыздай, ата-анасы Босния соғысынан зардап шеккен жандар. Өмір бойы Сербия қуғыншыларынан қашып тығылумен болды. Үйсіз қамсыз, ырым-жырым киімдермен жүрген бұл отбасы сол кезеңде бейбақтың күнін кешті. Осындай қиын кезең әкесі Степан Модрич жаңа жұмыс тапқанша жалғаса берді. Осы уақыттарда Луканың атасы, айтпақшы, оны да Лука деп атайтын, көрші орналасқан ірі қалаларда соғысып жатқан әскердің қатарында еді. Кезекті шайқастардың бірінде атасы жаудың қыспағына ұшырап, ақыры жан тәсілім еткен. Бұл ажалдан соң Лука отбасымен бірге Задарға қоныс аударады. Осы жақтан оның футболға алғашқы қадамдары басталды. Сол бір кезеңдегі қиындықтардың бейнеті қазіргі таңда зейнетімен қайтуда. Ал енді жеке өміріне тоқталсақ, Лука Модричтің махаббат оқиғасы бір ғана жанмен байланысты. Ол Ваня Боснич. Олар 2006 жылы Лука Динамо Загребке оралған кезден танысып, кездесе бастаған. Оған деген сенімі арта бастаған соң Ваняны өзінің агенті етіп тағайындапты. Артынша сезім оты да лаулай түсті. Ваня Боснич Лука үшін мықты әйел. Себебі Тоттенхемнен Реал Мадридке ауысу үшін қолдан келгенін жасап баққан дәл осы жан. Бұл жұп 4 жылға созылған таныстықтан соң 2010 жылдың мамыр күні Хорватия астанасы Загребте некеге отырады. Артынша ұрпақтары да дүниеге келе бастады. Алғашқы ұлы Иваны сол жылдың 6 маусымы күні дүниеге келсе, қызы Эма 2013 жылдың 25 сәуірінде туылды. Ал екінші қызы София өткен жылдың 2 қазаны күні отбасын толықтырды. Модрич қарапайымдықты ту еткен жан. Жай ғана отбасымен бірге болып тыныштықта өмір сүргенді қалайды. Өзіне танымал тұлға немесе сәнгер секілді емес, тек футболшы ретінде ғана қарауды сұрайды. Модрич әлем футболында қос аяғымен де жойқын, әрі дәл соққы жұмсай алатын ойыншылардың бірі. Одан бөлек алыс және жақын аралықтарда еш қиналмастан жылдам, тура пас шығара алатын қабілетімен де танымал. Лука Модричтің командалық жетістіктерін тілге тиек етсек, Динамо Загреб сапында 3 дүркін Хорватия чемпионы, 2 мәрте кубогын иеленген. Суперкубокта 1 рет бағында. Реал Мадридпен бірге Испания чемпионы, Испания кубогын иеленуші атанды. Испан суперкубогында басынан асыра көтерген. УЕФА чемпиондар лигасының 4 дүркін жеңімпазы, УЕФА суперкубогында да 3 мәрте топ жарған. Клубтық әлем чемпионатын 3 рет жеңіп алғаны тағы бар. Одан қалса Хорватия құрамасымен бірге 2018 жылғы әлем чемпионатының вице-чемпионы. Сондай-ақ жеке жетістіктері де өте көп. Ал біз осымен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Сүйікті ойыншыларыңыз жайлы қызықты мәліметтер айттық деген ниеттеміз. Ұнаса лайк басып қолдау көрсетейік. Материалды дайындап дыбыстаған мен, Есбол Қарағұл, келесі кездескенше.